сәлеметсіздер ме, қадірменді оқырмандарым? Бүгін сіздерге Дейл Карнегидің «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» халықаралық бестселлер кітабын оқып бермекпін. Алғы сөзім. Алғы сөз. «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» деп аталатын бұл кітап алғаш рет 5000 данамен 1937 жылы жарық көрген болатын. Дейл Карнеги де, Саймон мен Шустер сияқты баспагерлер де оның таралымы бұдан көп болады деп еш күтпеген еді. Кітаптың аз уақытта барлық жұртқа танылып, халықтың сұранысы бойынша үсті-үстіне басылып шығуы олар үшін күтпеген жағдай болды. Осылайша халықаралық бестселлерге айналған алғашқы кітаптардың бірі ретінде «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» деп аталатын бұл еңбек баспа тарихының беттеріне алтын әріптермен жазылды. Бұл кітап жүректерді жаулап, күйзелісті бастан өткерген адамзаттың қажетін өтей алды. Дейл Карнеги бір ауыз сөйлем жазғаннан $1,000,000 қаржы табудың жеңілірек екендігін үнемі айтып отыратын. «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» атты еңбегін осындай ауыз толтырып айтуға болатын сөйлемге айнала алды десек қателеспейміз. Оған сілтеме жасалды, ауыздан ауызға тарады, ұқсас шығармалар жазылды, саяси мультфильмнен бастап көркем әдебиетке дейін түрлі контекстте қолданылды. Оны әлемнің барлық дерлік жазба тіліне аударды. Әр ұрпақ бұдан өзіне жаңалық ашып пайдасын көруде. Әрине, өзінің үлкенге де, кішіге де ұнайтынын дәлелдей алған және дәлелдеп келе жатқан кітапты қайта-қайта өңдей берудің қажеті қанша? Біз неге біреудің жетістігіне жармасамыз деген сұрақ туындауы заңды. Оған Дейл Карнегидің өзі көзінің тірісінде көз майын тауысып, осы кітабын не үшін қайта-қайта өңдегенін айтсақ болады. Алғашында шешендік өнер және адамдық қарым-қатынас курсы үшін арнайы жазған Дейл Карнегидің бұл еңбегі осы курста әлі қолданылып келеді. 1955 жылы қайтыс болғанға дейін Карнеги бұл кітапты қайта-қайта қарап, оны халықтың сұранысына жауап бере аларлықтай етіп өңдеп келді. Өмірде қандай өзгерістер болып жатқанын Дейл Карнегиден артық білген адам жоқ десек еш қателеспейміз. Ол өзінің білім беру әдістерін үнемі жетілдіріп, өзгерістер енгізіп отырды. Шешендік өнерге қатысты кітабын бірнеше мәрте қайта жаңғыртты. Бұдан ұзағырақ өмір сүргенде ол 30 жылдардан кейін әлемде орын алған өзгерістерді ескере отырып, «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» кітабын тағы өңдеп шыққан болар еді. Кітап алғаш шыққан кезде кеңінен танымал болған адамдардың көбін бүгінгі оқырмандар біле бермейді. Кейбір мысалдар мен сөз оралымдары қазіргі әлеуметтік өмірімізге жат көрінетіндей. Осыны ескере отырып, бұл басылымды шығарудың дағы мақсатымыз мазмұнын еш өзгертпестен, оны қазіргі оқырман үшін түсінікті етіп қайта жазып шығу. Біз «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» кітабына еш түзету енгізбедік. Тек кей жерлерін ғана оны қазіргі заманға сай мысалдармен толтырдық. Карнегидің дөрекілеу ауыз екі тілде жазатын стилі сақталды. Оның найзағайдай күркіреген үнін осы кітаптан да, оның басқа еңбектерінен де сезе аласыз. Жыл сайын дүниежүзінің түкпір-түкпірінде мыңдаған адам оның курстарында дәріс алады. Ал тағы бір мыңдайы табыс табу, дос табу және адамдарға ықпал ету өнері кітабын баса алмай оқып, жан-жақты зерттеп, өмірін жақсарту үшін оның қағидаларын іске асыруға талпынады. Олардың барлығына біз өзгертулер енгізілген, әбден өңделген осы нұсқаны оқуға кеңес береміз. Дороти Карнеги, Дейл Карнеги ханымы,
1981 жыл. Бұл кітап қалай және не үшін жазылды? 20 ғасырдың алғашқы 35 жылында Америка баспаханаларына келіп түскен миллиондаған кітаптың 1/5 бөлігінен көбі жарық көрді. Олардың бірқатары іш пыстырарлықтай көңілсіз болса, көбі баспагерлерге тек шығын келтірді. Көбі дедім бе? Бірде әлемдік маңдайалды баспаханалардың бірінің президенті баспа өнерінде өздерінің 75 жылдық тәжірибесінің бар екендігіне қарамастан, баспадан шыққан әрбір 8-ші кітаптың 7-і оның компаниясына тек шығын әкелетінін айтқан еді. Олай болса, мені тағы бір осындай кітап жазуға итермелеген қандай күш? Ал мен оны жазып біткеннен кейін сіз не үшін оны оқуыңыз керек? Бұл сұрақтың қай-қайсысына да орынды болғандықтан мен оларға жауап беріп көрейін. 1912 жылдан бері мен Нью-Йорктың іскер адамдары мен кәсіби мамандары үшін арнайы оқу курстарын өткізіп келемін. Бастапқыда ересектерге ғана арналған бұл курста мен жұрт алдында қалай еркін сөйлеуге болатынын, іскерлік сұхбаттар кезінде, сондай-ақ көпшілік алдына шыққан кезде нақты тәжірибеге сүйене отырып, еш дайындықсыз өз ойларын ашық та нақты басқаларға әсер етерліктей қалай жеткізуге болатынын үйретуге тырыстым. Алайда уақыт өте келе сөйлеу барысында басқаларды сендіре білу бұл адамдар үшін қаншалықты маңызды болса, күнделікті іскерлік және әлеуметтік қарым-қатынас кезінде адамдармен тіл табыса білудің де олар үшін соншалықты маңызды екендігін түсіндім. Тіптен мұндай білімнің өзім үшін де аса қажет екендігін көзім жетті. Артта қалған жылдарды ой елегінен өткізе отырып, өзімде де сыпайылық пен түсіністіктің жетпегенін байқадым. 20 жыл бұрын осындай кітап менің қолымда болғанда ғой, мен үшін ол баға жетпес байлық болар еді. Адамдар үшін, әсіресе бизнеспен айналысып жүргендер үшін ең басты мәселе адамдармен тіл табыса білу. Үй шаруасында болсаңыз да, сәулетші немесе инженер болсаңыз да, бұл мәселенің сізге тікелей қатысы бар. Білім беру саласын дамыту мәселесіне қатысты бірнеше жыл бұрын Карнеги қорының қолдауымен жүргізілген бір зерттеу аса маңызды фактінің бетін ашты. Бұл фактіні кейінірек Карнеги технологиялық институты қосымша зерттеулер арқылы дәлелдеп берді. Бұл зерттеулерге сүйенсек, инженерия сияқты техника салаларының өзінде адамның қаржылық жетістігінің 15% оның техникалық біліміне байланысты болса, қалған 85%-дайы адамдармен тіл табыса білу дағдысына, яғни олардың жеке қасиеті мен адамдарды басқара білу қабілетіне байланысты болады екен. Мен көп жылдар бойы әр маусым сайын Филадельфиядағы инженерлер клубында, сондай-ақ Америка инженер-электриктері институтының Нью-Йорктегі бөлімшесінде курстар өткізіп келдім. Менің дәрісіме барлығы 1000 жарымдай инженер қатысты. Қаншама жылғы жинақталған тәжірибесі мен түйген ойларының арқасында олар мықты инженер болған адамдардың барлығы бірдей жоғары жалақыға қол жеткізе алмайтынын түсінді, және бұл оларды менен дәріс алуға итермелеген негізгі себеп еді. Айталық, техникалық қабілеті бар адамдарды аз ғана жалақы беріп, инженерия, бухгалтерия, сәулет сияқты көптеген салаларға жұмысқа алуға болады. Алайда, техникалық білімімен қатар ойын еркін жеткізе алатын, адамдарды басқара алатын және олардың құлшынысын арттыра алатын адамдар ғана жоғары жалақыға қол жеткізе алмақ. Шаруасы дөңгелеп тұрған кездің өзінде Джон Рокфеллер адамдармен тіл табыса білу өнерін қант пен кофе сияқты сатылатын тауарға теңеуге болады.
Осы қабілет үшін мен жер бетіндегі кез келген нәрседен көбірек ақша жұмсар едім деген еді. Әлемнің кез келген оқу орны жоғары бағаланатын барлық қабілетті нақты бір оқу курсы ретінде оқу бағдарламасына енгізуге тырысуы мүмкін ғой. Алайда, осы кітапты жазу барысында ересектерге арналған мұндай практикалық курсты оқытатын оқу орнын таба алмадым. Бірде Чикаго университеті мен Христос жастар қауымдастығы бірлесе отырып, ересектердің нені қалайтынын зерттеп көргенді. 2 жыл бойы жүргізілген бұл зерттеуге $25,000 жұмсалды. Зерттеу жүргізу үшін Американың Коннектикут штатындағы қарапайым қалалардың бірі Мериденде таңдап алады. Сауалнамаға Мериден қаласының барлық ересек тұрғыны қатысады. Олар 156 сұраққа жауап берді. Сіздің кәсібіңіз немесе мамандығыңыз қандай? Біліміңіз ше? Бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Табысыңыз қанша? Хоббиіңіз жөнінде не айтасыз? Қандай армандарыңыз бар? Сізді қандай мәселелер толғандырады? Қандай пән сізді көбірек қызықтырады және тағы басқа. Зерттеу нәтижесінде ересектер үшін ең маңыздысы деннің саулығы екендігі анықталса, оларды қызықтыратын екінші мәселе ретінде олар адамдарды қалай түсінуге, олармен қалай тіл табысуға, қайтсе балаларға ұнауға болады және сіздің ойыңызбен келісуге адамдарды қалай көндіруге болады деген сияқты мәселелерді атап көрсетеді. Нәтижесінде зерттеу комитеті ересектер үшін Мериден қаласында курс ұйымдастыруға шешім қабылдайды. Олар осы мәселе бойынша жазылған практикалық оқу құралын жан-жақтан іздегенімен ондай оқулық мүлде жоқ болып шықты. Ақырында олар ересек адамдарға білім беру мәселесі бойынша әлемге танымал болған белгілі ғалымға хабарласып, одан осы топтың қажетін өтерліктей қандай да бір оқу құралын білесіз бе деп сұрап көреді. Жоқ деп жауап береді ол. Мен бұл адамдарға не керек екенін жақсы білемін, алайда оларға қажетті кітапты әлі ешкім жаза қойған жоқ. Бұл жауаптың шындыққа жанасатынын өз өмірімнен мен жақсы білемін, өйткені адамдар арасындағы қарым-қатынас мәселесі бойынша қандай да бір практикалық оқу құралын іздеп шарқ ұрғанымды әлі де ұмыта қойғаным жоқ. Мұндай кітаптың жоқ екеніне көзім жеткеннен кейін мен өзім оқытатын курсқа арнап бір оқулық жазып шығуды жөн көрдім. Ол міне қолдарыңызда. Оның сіздерге ұнайтынына сенемін. Бұл кітапты жазар алдында мен осы тақырыпқа қатысты қолыма түскеннің барлығын оқып шықтым. Оның ішінде газеттер мен журналдарда жарық көрген мақалалар, отбасылық сот істері жазбалары, ертедегі философтар мен қазіргі психологтардың пікірлері де бар. Сондай-ақ білікті зерттеуші жалдап, одан 1,5 жыл бойы кітапханалардағы психология бойынша менің назарымнан тыс қалған том-том кітаптарды, сансыз журнал мақалалары мен биографияларды қарастырып, ұлы көшбасшылардың ғасырлар бойы адамдармен қалай жұмыс істеп келгені туралы ақпарат жинап беруін өтіндім. Сөйтіп, олардың биографиясымен танысып, Юлий Цезарьден бастап, Томас Эдисонға дейінгі аттары жер жарған көшбасшылардың өмірлерінен мәлімет алдым. Тек Теодор Рузвельттің ғана 100-ден астам биографиясын оқып шыққанымыз есімде. Осылайша біз дос тауып, адамдарға ықпал ету жолдарын анықтау үшін жылдар бойы қолданылып келген әр тәжірибемен таныс болу жолында уақытымызды да, қаражатымызды да аямауға бекіндік. Өзімде аты әлемге әйгілі көптеген адамнан айталық белгілі өнертапқыш Маркони мен Эдисоннан, Франклин, Рузвельт, Джеймс Фарли сияқты саяси көшбасшылардан,
Уэн Д. Янг сияқты бизнесмендерден, Кларк Гейбл, Мэри Пикфорд сияқты кино жұлдыздардан және Мартин Джонсон сияқты жиһангерлерден сұхбат алып, адамдармен араласу барысында олардың қандай тәсілдерге жүгінгенін анықтауға тырыстым. Жинақтаған материалдарға сүйене отырып, дос табу және адамдарға ықпал ету өнері деген қысқаша әңгіме дайындадым. Иә, қысқаша. Басында ол шынымен де қысқа болатын, кейіннен ол 1,5 сағатқа созылған дәріске айналды. Жылдар бойы әр маусым сайын мен бұл әңгімемді Нью-Йорктегі Карнеги институтында ұйымдастырылған ересектерге арналған курста оқып келдім. Әңгіме барысында мен тыңдаушылардан сыртқа шығып айтылғандарды өмірде өздерінің күнделікті қарым-қатынастарында іс жүзінде тексеріп көруін, сосын қайтып келіп олардың қандай жағдайға тап болғаны мен қандай нәтижеге қол жеткізгенін басқаларға айтып беруін өтінетінмін. Тапсырмам өте қызық болатын. Өздерін жаңа қырынан көргісі келетін курсқа қатысушы ерлер мен әйелдер жаңа зертханада, яғни адамдық қарым-қатынас жөніндегі бұрын-соңды болмаған зертханада жұмыс істегендерін мақтан ететін. Бұл кітаптың жазылу жолы басқаларға ұқсамайды. Оның жазылуы баланың қаз тұруы сияқты, өйткені ол зертханаларда мыңдаған ересек адамдардың бастан кешкен тәжірибелері негізінде пайда болды. Ісімізді бастаған алғашқы кезде ол ашық хаттың көлеміндей ғана парақшаға жазылған қағидалар жинағы болатын. Келесі маусымда ашық хаттың көлемі сәл ұлғайып, кейінірек кітапшаға айналды. Уақыт өте келе оның көлемі мен ауқымы кеңейіп, кітапша жинақ болып толықты. Тек 15 жылдық тәжірибе мен зерттеу нәтижесінде ғана осы кітапқа қол жеткіздік. Бұл кітапта жазылған қағидаларды жай бір теориялар немесе болжамдар деуге болмайды. Олар таңғаларлық нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. Сенімсіздеу көрінсе де айтайын, мен осы қағидаларды қолданып жүріп, өмірлерін түбегейлі өзгерте алған көптеген адамдарды кездестірген едім. Мысал келтіре кетсем, курсқа қатысушылар арасында қол астында 314 жұмысшы бар бір адам болды. Жылдар бойы ол қол астындағыларды ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстап, сынап мінеп, негізсіз айыптаумен келген еді. Қайырымдылық, мақтау немесе ынталандыру дегендер ол үшін жат ұғым болатын. Осы кітапта көрсетілген қағидаларды оқып шыққаннан кейін ол өмірге деген көзқарасын түбегейлі өзгертті. Оның ұйымында қазір адал, шабытты, топтық жұмыс дегеннің не екенін жақсы сезінетін адамдар бірлесе қызмет етуде. 314 дұшпан бір күнде 314 досқа айналып шыға келді. Осы өзгеріс туралы ол бізге былайша мақтанышпен жеткізген еді. Осы курсқа келгенге дейін жұмыстағылардың бірі де маған сәлем бермейтін. Келе жатқанымда көрсе олар теріс айналып кететін. Ал қазір олардың бәрі менің досым, тіптен аула сыпырушының өзі де мені атыммен атай бастады. Бұл адам кейіннен көп байлыққа кенелді. Бос уақыты көбейді. Ең бастысы ол жұмыста да, үйде де өзін бақытты сезіне бастады. Осы қағидалардың арқасында қаншама сатушының қолы жүрді. Бұрындары босқа тұрған есепшоттардың орнына олардың көбі жаңа есепшоттар ашты. Басшылардың құзыреті артып, жалақысы өсті. Бір басшы өзінің осы қағидаларды пайдалануының арқасында жалақысының анағұрлым артқанын айтып берді. Филадельфияның газ өндірісінде жұмыс жасайтын 65 жастағы басшы өзінің қызбалығымен адамдармен тіл табыса алмауынан қызметтен төмендеген болатын. Бұл тренингтен кейін оның мансабы өсіп, жалақысы артты. Курс аяқталғанда берілетін қонақ асына келген курсқа
Қатысушылардың жұбайлары көп жағдайда күйеулері немесе әйелдері осы тренингке қатысқалы бері отбасыларында қуаныш пен шаттық орнағанын қуана жеткізетін. Адамдар осы курстың арқасында қол жеткізген нәтижелерді бір-біріне таңдана айтатын. Бұл олар үшін ғажайыппен тең еді. Кейде тренинг барысында қол жеткізген жетістіктерін айту үшін 2 күн демалыста шыдай алмай, олар жексенбі күні үйге қоңырау шалатын. Бір адамды осы қағидалардың қызықтырғаны сонша, басқалармен бұл қағидаларды талқылап отырып, ол таңның қалай атқанын да байқамай қалады. Жиналғандар сағат таңғы 3-те үйлеріне тарқасқан, ал ол өзінің қателіктерін түсініп, болашақта қол жеткізетін жаңа да қызықты өміріне шабыттанып, мүлдем көз ілмейді. Одан кейін де ол осылай бірнеше түнді ұйқысыз өткізеді. Ол адам кім екен деп ойлап отырған боларсыз. Өзі аңғал, шала сауатты, кез келген жаңа теорияны игеруге құмар біреу ме? Жоқ, мүлдем олай емес. Ол тәжірибелі, өмірден түйгені мол, өнер туындыларын сатумен айналысатын, қаланың жайлы өмірін жақсы білетін, 3 тілді еркін меңгерген еуропалық 2 бірдей университеттің түлегі. Осы тарауды жазып жатқан кезде мен ескі мектептің түлегі ата-бабалары ғасырлар бойы Гогенцоллерн армиясында офицер болған аристократ немістен хат алдым. Трансатлантика кемесінде жазылған бұл хатта ол бұл қағидаларды қолдану туралы айта келіп, оларды оқып отырып дінге деген құлшынысы артқанын айтады. Нью-Йоркте тұратын бір қарт хат жазды. Өзі Гарвардтың түлегі екен, қазір ірі көлем тоқыма фабрикасының иесі. Өзінің университетте оқыған 4 жылда үйренбегенін, яғни адамдарға ықпал ету өнерін осы жүйенің арқасында 14 аптаның ішінде үйренгенін жазды. Сандырақ па, күлкілі ме, ғажайып па? Әрине, бұл айтылғандарға қарсы уәж айтқыңыз келсе, ерік өзіңізде. Мен тек Гарвард университетінің жасампаз түлегінің 1933 жылдың 23 ақпанында Нью-Йорктегі Йель клубына жиналған 600-дей адамның алдында айтқандарын еш өзгеріссіз өздеріңізге жеткізіп отырмын. Бізде болуы тиіс қабілеттердің деп әңгімесін бастар еді Гарвард университетінің белгілі профессоры Уильям Джеймс. Тек жартысынан ғана игердік, яғни біз өзіміздің физикалық және ойлау қабілетіміздің тек азғантай бөлігін ғана пайдаланамыз. Басқаша айтсақ, адам мүмкіндігі шексіз. Өкінішке қарай, адам бұл мүмкіндіктердің барлығын кәдеге жаратып отырған жоқ. Пайдаға жарамаған қабілеттер. Олай болса, бұл кітаптың бір ғана мақсаты пайдаға аспай, қолданылмай жатқан осы қабілеттерді ашу, дамыту және оны пайдаға жарату. Пристон университетінің бұрынғы президенті доктор Джон Хиббеннің айтуынша, білім дегеніміз өмірлік жағдаяттарға жауап бере білу қабілеті. Сіз осы кітаптың алғашқы 3 тарауын оқып біткеніңізге қарамастан, өмірдегі қиындықтармен күресуге әлі де дайын емеспін дейтін болсаңыз, бұл кітаптың сіз үшін еш пайдасы болмағаны. Өйткені Герберт Спенсерге сүйенсек, білімнің ең басты мақсаты оқу емес, әрекет ету. Ал бұл іс-әрекет кітабы. Дейл Карнеги, 1936 жыл.